Қазір осыны құрайым. Алдыңғы видеода да бар негізінде. Бірақ сіздердің көздерінше тағы да құрап көрсетейін. Осы видеоға толықтай барлығын көрсетейін басынан аяқ. Видеоны соңына дейін көріңіздер, түсінбей қалмаңыздар. Қысқартып салатын боламын. Бір видеода бір жастықшаны тігіп бітіретіндей қылып. Мінекей мына бізде 19-да 19. Сіздер енді әртүрлі алсаңыз болады. 20-да 20, 22-де 22 алсаңыз болады. Екі лента, біреу сары, біреу көк. Бізде сары лентамыз королевский велюр, мынау турецкий велюр. 3,5 сантиметрден алам, мен оны жаңа бытовой машинкаға, мына промышленный машинкаға 3 сантиметрден алсаңыздар жеткілікті. Ал енді мына жерде бізде ортасында сары тұр, сарыдан бастаймыз. Или болмаса көктен бастаңыздар, без разницы. Осының өзінен ақ 4 бұрышын жасап аламыз осылайынан. 3,5-да 3,5 кесіп аламын. Түгін астыға қаратып қоямыз, ортасына центрге қоямыз. Үстінен жаңа матамызды, екінші матамызды қойып шығамыз. Онды түгін астыға қаратамыз. Мынау менде кішкене үлкен болып кесіліп қапты, 4 сантиметрдей. Бірақ сонда да тіге беремін. Бисмилля. Мен закрепка беріп тігем. Сіздер закрепка бермей қойсаңыздар да болады. Менікі әдет болып кеткен. Закрепка бермесем. Закрепка бермейді көрейге. Сіздер комментарийға айтып жатсыздар. Закрепка бермей қойсаңыз болады ғой деп. Болады негізінде. Екі көк кетті сарын үстінен, енді екі сарын жүргіземіз. Сарын тоже жаңағыдай түгін астыға қаратып жасаймын. Сіздер не үстіге, не астыға қаратып істейсіздер. Бірақ астыға қаратып тіккен ыңғайлы. Екі көк, екі сары, екі-екіден сразу тігеміз. Ешқандай қиындығы жоқ. Так, мына жерде қанша қатар тіккен? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 4 қатар. Ортасындағы сарысы есептелмейді. Көктен де 4 қатар, сарыдан да 4 қатар. Қазір сөйтіп тігіп шығатын боламыз. Осылайынан кете береміз енді айналып.
Толықтай бітірдік. Мынадай шеттерін кішкентай артылып жатса, кесіп тастаймыз. Астыңғы матаңыз неғұрлым қатты болған сайын, құрағыңызда соғұрлым түзу әдем болып шығады. Астына қойған матаны қаттырақ қылып алыңыз. Өзіңізге де ыңғайлы түзу құрап шығасыз құрағыңызды. Бір жастықша жасау үшін бізге осындай 4 штук керек. Мінекей мынандай 4 штук. Алдында дайын жастықты көрсеткен, бірақ қалай тігілетінін көрсеткен жоқ болатын. Сол үшін сіздерге арнайы арнап видео түсіріп жатырмын, басынан аяқ. Соңына дейін көріңіздер, айландырмай. Мінекей мынаны осылайынан құрап алдық. Енді бұның жаңа суретін жасауымыз керек. Ортасына мен сары түстіні жіберем. Былайынан қойып, суретін жасап алдық. Енді бір-біріне қалай құраймыз, соны көрсетейін. Екі-екіден бір-біріне құрап аламыз. Былайынан қоямыз да. Тегетін жағын бір-біріне теңестіріп, центрін. Мынау бізде қазір ортасы болады. Сол үшін егерде мынандай лишний болып шығып жатса, сізде сыртқа қарай шығар жеріңіздер. Бізге ортасы керек. Ортасы всегда важно. Былайынан инемен алып түйреп алыңыздар. Жаңадан құрап жатқан болсаңыздар. Былай түйреп алдық. Енді 1 сантиметр мен тігіске аламын. Кейбіреулер тек қана лапкамен алады. Мен көбірек алғым келеді. 1 сантиметр алған жақсы. Түйреп алыңыздар, өйткені велюр бір-бірін теуіп жібереді. Ол түк болғаннан кейін ол бір-бірін лақтырып жібереді. Сол үшін түйреп алғандарыңыз жақсы. Енді бұл жерде біз закрепка береміз обязательно. Инені алып тастаймыз. Мінекей бір беті дайын. Ол үшін мына артқы бойын кішкене бүйтіп үтіктеп жібереміз. Мінекей мына жерде көрсеңіздер, мынау қашып кетті. Әдемілеп түйреу керек. Бұны ерінбей сөгітіп алыңыздар да, қайтадан тігіп алыңыздар. Өйткені қазір мына жердегі құрағыңыз құраған кезде мына екеуі дұрыс болмай қалады. Сол үшін бұны сөгіп тастаймыз қазір. Қайтадан тігеміз. Мына басын әдемілеп бір-бірімен теңестіріп алып, инесін қадап аламыз. Рұқсат жібермейік. Так, бисмилла. Инені түйреп алғаннан кейін барып, алдыңғы инемізді аламыз. Или болмаса, кішкене бер қарай 1 сантиметр ішке қарай бересіздер да, соны артқа қарай жүріп, соны барып алдыға жүресіз. Сол кезде жаңа құрағыңыз теппейді. Мінекей енді түзу болды. Ішін жіпке қатысты. Жаңа түсіндіңіз ғой, я? Мәжде тігетін алдында примерно 1 сантиметр былайынан инеңізді түйреп аласыз машинканың. Соны артқа жүресіз, кейін алдыға жүргеннен кейін бірақ тігесіз. Енді сонда түзу болып шығады. Так, мына міне бір бөлігі бізде дайын. Енді екінші бөлігі қайтадан суретін көріп алайық. Дұрыс тұр екен, қойып алдық. Енді осылайынан қай жерден тігетінін белгілеп түйреп аламыз. Тағы да міне екі басын дұрыстап түйреп аламыз. Кейінгілерін бір-біріне теңестіріп түйреміз.
Все, тура жаңағыдай бірінші артқа береміз, соң енді алдыға жүреміз. Мына жақта бәрін ұстап теңестірген көрсеңіз. Мына жағын бірінші екі жаққа құлатып, қолмен үтіктеп шығамыз. Мұнда да солай. Мінекей құлаттық, екі жаққа тігісті. Енді мына жерде мына ортадағы тігіспен мына ортадағы тігісті бір-біріне теңестіріп, тура центрге, жаңа екеуін екі жаққа құлатамыз да, тура центр мен центр теңестіріп, инесін түйреміз. Мына шовтың ортасынан кірген ине мына жақтан тура сол жерден шығу керек. Тура ортасынан түйреп алдық. Екі жақ қарай түйреміз енді. Түсінбеген жерлеріңіз сразу комментарийға жазып кетіңіздер, лайк басып. Келесі видеода не көргілеріңіз келеді. Сіздердің сұрауларыңыз бойынша видео түсіретін боламыз. Так, мінекей. Түйреп алдық. Мінекей бәрін түйреп алдық. Енді біз ортадан бастап екі жақ қарай тігеміз. Чтоб центр қашып кетпес үшін. Центрге инені түйреп аламыз. Кейін ортасына инемізді алып тастаймыз. И закрепка беріп тігеміз. Тура ортасынан бастаймыз. Закрепка береміз екі жақтан. Енді екінші жағынан тура центрнан бастаймыз. Тоже инеміз түйреміз. Тағы да закрепка береміз. Потому что енді бастап атқан жібіміз сөгіп кетпеу керек. Мына жерде енді бірінші закрепкамен ұсталынып тұр ғой. Бірақ бұл екінші закрепканы біз өзіміздің жібіміз сөгіп үшін жасаймыз. Екі жаққа да закрепка береміз. Бірінші мынаны екі жақ қарай түктеп аламыз. Менің нем көп болып кетуі мүмкін, тігіске берген, ол сіздерге көрінсін деген мақсатта. Сіздер кішкене аздап алсаңыздар болады. Бірақ көп алсаңыз да не жаңағы құрағыңыз сөгіліп кетпеу несі бар. Екеуіне бүктеп алдық. Жаңағы лишний жіптерімізді алып тастаймыз. Ханымдар, көріп тұрсыздар. Біз тігіп алдық. Енді мына жақта көріп тұрсаңыздар, лишний шығып тұр, осының бәрін қазір әдемілеп кесіп тастаймыз. Былайына қойып. Мінекей, міне түп-түзу құрамыз шықты. Так, енді өлшейміз қанша болып тұр бізде? 35-те 35. Енді бізге шетіне жаңа суын жасауымыз керек. 35, мен жаңа 50-де 50 жасаймын.
Енді біз соған елу жасау үшін ар жағында 15 сантиметр қалады. 15 сантиметр екі жаққа бөлсек, ол бізде 7,5-дан болады. Және тігіске бергені бар, сонымен 10 сантиметрден кесетін боламыз. Мынандай матаны 10 сантиметрден өлшеп аламыз. Астапқы маталар бар. Соны 10 сантиметрден өлшеп аламыз да кесіп аламыз. Осылай 10-ды есептейміз да. Сызып алып. Кесіп аламыз. Мынаны тастамаймыз, өйткені бұл бізге құрақтарға жарайды. Кішкене кесіп жібереміз лишнен. Жаңа суына шетіне арналған матаның ұзындығынан аламыз. Ұзына бойы болу керек. Еннен алмаймыз, түктің бойымен. Құрақты қалай кесеміз, солайынан да жаңағы шетіндегі суында солайынан кесіп аламыз. Қазір кесейін де сіздерге көрсетейін. Құрамыз шетіне мінекей былайынан қойып шығып құраймыз. Қазір бұны қалай құрау керек екенін көрсетемін. Ал енді жаңағыдай құрақ құрағандағыдай түкті біз астар қаратамыз. Сол бойынша шетіндегі матасында солайынан астар қаратып тігетін боламыз. Шетіне қойып, тігіске беріп. Мына жерін кесетін кезде матаны өз-өзіне теңестіреміз, соң кейін барып кесеміз. Сол кезде түзу шығады. Бұл жерде енді сіз мына екі басын тігіп алып, кейін мына жағын тіксеңіз де болады, болмаса айландырып тіге берсеңіз де болады, өзіңізге қарайсыз. Мына жерде лишний матаны алып тастайық.
Мекенаны шетін бәрін айландырып тігіп шықтық. Енді лишний жіптерін алып тастаймыз. Енді бізге жаңа астарын тігу керек болады. Ол астарын тікпес бұрын шеті жаңағы астар көрінбей үшін әдемі қылып жасау керек. Сосын жаңа менде қалған маталар. Соны мысалы 5-те 5 қылып кесіп алсаңыз тіпті жақсы. Соны кесіп аласыздан шетіне бүйтіп шығасыз. 2-ге бүктеу керек, потом барып тігу керек. Қазір көрсетемін. Так, міне шетіне қазір осыны тігетін боламыз. Тоже бұл жерде де қарайсыздар, жаңа түгі астыға қарау керек. Мынаны мен 5 сантиметрден кесіп алдым. Осы матаның өзіне түстесін. Сары матадан да шетіне қойсаңыз да болады. Осы құрақтардың ішіндегі бар матаны қойсаңыз да болады. Шетін ашсын десеңіз. Или мына шетіне қосқан суды сол цветті қойсаңыз болады. 2-ге бүктейміз, 1 сантиметр тігіске береміз. Орта жолдан бастаймыз, мынандай шетінен емес, орта жолдан бастаймыз. Любой құрақ көрпеге тіксеңіз де осылайынан қойып алдық. Нанды басынан бастамай, мен кішкене қалтып қоямын. Мына жақта жаңа соңғы келген кезде екеуін біріктіріп жіберу үшін. Bir сантиметр қалған кезде тоқтаймыз. Лапканы көтереміз, инеміз матада тұрады. Шетін дұрыстап аламыз. Мынаның ішіне бау салып жіберсеңіз де болады. Томпайып, әдемі домалақ болып тұрады. Негізінде мынаны үстіне қойып атқанды астына қойып, соң кейін үстіне мына құрақты қойып тіксеңіздер, соң кезде мына әдемі шығады. Шеті жиналмай, домаланбай. Мен былай бастап кетіппін. Жаңа қалтырған жеріміздің аузын ашып, соны ортасына қойып, соны барып тігіп жібереміз.
2 тік болдық. Енді астар матасын тігеміз қазір. Қарасаңыздар. Так, міне шетіне қазір осыны тігетін боламыз. Тоже бұл жерде де қарайсыздар, жаңа түгі астыға қарау керек. Мынаны мен 5 сантиметрден кесіп алдым. Осы матаның өзіне түстесін. Сары матадан да шетіне қойсаңыз да болады. Осы құрақтардың ішіндегі бар матаны қойсаңыз да болады. Мына шетін ашсын десеңіз. Или мына шетіне қосқан суды сол цветті қойсаңыз болады. Екіге бүктейміз, 1 сантиметр тігіске береміз. Міне орта жолдан бастаймыз. Мынандай шетінен емес, орта жолдан бастаймыз. Любой құрақ көрпеге тіксеңіз де осылайынан қойып алдық. Нанды басынан бастамай, мен кішкене қалтып қоямын. Мына жақта жаңа соңғы келген кезде екеуін біріктіріп жіберу үшін. Bir сантиметр қалған кезде тоқтаймыз. Лапканы көтереміз, инеміз матада тұрады. Шетін дұрыстап аламыз. Мынаның ішіне бау салып жіберсеңіз де болады. Томпайып, әдемі домалақ болып тұрады. Негізінде мынаны үстіне қойып атқанды астына қойып, соң кейін үстіне мына құрақты қойып тіксеңіздер, сол кезде мына әдемі шығады. Шеті жиналмай, домаланбай. Мен былай бастап кетіппін. Жаңа қалтырған жеріміздің аузын ашып, мынаны соны ортасына қойып, соны барып тігіп жібереміз. Екі тік болдық, енді астар матасын тігеміз қазір. Қарасаңыздар. Так, мінекей шетіне тігіп шықтық. Енді мынаны астарлаймыз. Астарына однотонный мата қойдым.
болмаса мына шетіндегі судың матасындай қылып осындай велюрмен жастықтың астын қаптайды негізінде. Біз осындай однотонный мата қойып жатырмыз. Аузын ашық қалдырып жатырмыз. Мына жерге замок тігетін боламыз. Қазір міне мына жақтан көрдіңіз, мен кішкене светлый жіппен тіктім. Осы жіптің үстімен тігіп шығамыз. Мынау бізге көмекші болады. Осының бойымен қазір осылайынан үш жағын тігіп шығамыз. Ал кеттік. Так, мына жерде біз жаңа ауыз жағына кішкене 1-2 сантиметр кіріп барып, былайынан жүретін боламыз. Замок тұрғанда әдемі тұру үшін. Аузындағы матасын кішкене былай қарай қайырып жасап қойдым. Егер де мынауын нетсем, мына жер сетіней беретін болады. Сол үшін мынаны кішкене көбірек алып қалған дұрыс. Қазір мен мына жерге жаңа замогын тігуге ыңғайлы болу үшін кішкене мына жерге тігіс беріп жіберемін. Неке аударып алдық. Енді бізде жасауымызға түстіз. Осындай потайной замогымыз бар. Мынау менде 50 сантиметрлік. 50 сантиметрлік. Жаңа төр көрпелерге мен 80-дік аламын. Қазір лапкамызды ауыстырамыз. Неке осындай бір жақты лапка қоятын боламын мен. Осымен потайный замок тігеміз. Кейбір қыздар лапканы ауыстырмай-ақ тіге береді екен. Так, енді ол бізге потайной замок қалай қоямыз. Мынау бізде замок, бегунок бізге қарап тұру керек. Мынаны былай қоямыз. И инемен түйреп алып шығамыз бірінші. Түйреп алдық. Енді замоктың аузын ашып тігеміз. Ашамыз да.
мына жерде кішкене мына замокты былай қарай кішкене итеріп отырып тігеміз. Тігіп алдық. Мына инелер бізге кедергі жасаған жоқ, сол үшін оларды қазір алатын боламыз. Лишний жіптің бәрін кесіп тастаймыз. Мына жақ бетіне замогын тігіп алдық. Енді замоктың осыны жабамыз да екінші жағын түйреп шығамыз. Екінші жағын матаның жаңағы чехолымызды аудардым да, содан кейін мынаған түйреп алдым. Замоктың жабық күйінде түйреп алдым. Қазір енді замокты ашамын. Содан кейін барып тігетін боламын. Кішкене бір орын қатырып қоясыздар, қолдарыңыз сиятындай. Или болмаса былайынан ішінен тартып отырып ашып алсаңыз болады. Тесіктерден кіріп. Қазір тігеміз. Не болмаса қолмен көктеп алыңыздар. Қолмен көктеп алып, ашып жауып тексеріп көріңіздер. Солайынан да ыңғайлы болады өзіңізге. Кейін потом қолыңыз үйреніп жаттығып кеткен кезде түйремей-ақ, тікпей-ақ уже сразу машинкамен тіге беретін боласыздар. Ал енді қайтадан аударамыз. Мінекей замогымыз бітті, дайын. Ал қазір ішіне не салатынын көрсетейін сіздерге. Мынандай синти шарикті саламыз. Мен чехол жасамаймын, сразу осыған саламын. Чехол жасасаңыз болады. Тура осындай размерде 50-50 қыласыздар. Чехолға мынаны саласыз, содан кейін барып жаңағы мынаны ішіне саласыз. Не үшін мен ішіне чехол салмаймын? Өйткені мына сыртында қабын жуған кезде синтефон мыжылып қалады кейінше. Содан кейін мынаны жуатын кезде мынаны шығарып, қолмен билеп түтіп қайтадан салсаң, сондай пушистый болып шыға келеді. Өз қалпын салып, мынандай борыштаны салып аламыз. Примерно 1 килодан аса сондай салынады болған. Мен сразу мешогымен сатып аламын мынандайды. Синти шарикті. 10 жастық сондай жетіп қалады. Бұрыш-бұрыштарын әдемілеп саласыздар.
Мінекей жастығымыз дайын болды. Әдемі болды. Осындай велюрмен, астарында осы велюрдан жасасаңыз болады. Егер де сіз осындай жастық құрай алсаңыз, сіз уже көрпеде құрай аласыз. Міне бізде көрпе құраған кезде мынандай квадраттан үшеу жібереміз, 3 қатар. Ол бізде примерно 50 болады, 55, сондай. 50-60 қылсаңыз болады мынандай несін, ширинасын. Потом ұзындығын 182 метр қылсаңыз болады. Осындайды. Бұлайнан бізде 3 қатар жасаймыз, бұлайнан 11 қатар жасаймыз. Сол кезде бір көрпенің несі шығады. Тура осы методпен құрайсыз да, осынша штук бір-бірімен жалғайсыз. Шеттеріне су қосасыз, қанша ширинаға қанша жетпей тұр еліне. Сол матаны алып, қосасыз, мынандай шетіне мындай жіңішке су деп қояды, осыларды қоссаңыз болады, мына ішіне бау жібересіз болады. Замокты осылай істейміз. Қазір неге де көрпенің астына да осындай жаңағыдай велюрларды салып жатыр. Бұрын тек қана шыт салушы едік астына. Қазір осындай велюрді сала беретін болды. Егер сіз жастық құрай алсаңыз, сіз көрпені де құрай аласыз. Просто ол жерде кішкене көбірек құрайсыз. Жастық мынандай аздан жасайсыз. Маған жастық жасағаннан гөрі көрпе жасағанды, өйткені ол объемный жақсы. Көзге көрінетін нәрсе. Жастық енді тоже жақсы, бірақ білмеймін, онша қатты онша жақсы көре бермеймін. Сол қыздар ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Келесі видеода не көргілеріңіз келеді, соны жазып кетіңіздер. Бұл жастықты да сіздердің сұрауларыңыз бойынша жасадық. Ал мені қолдап жүргендеріңізге рахмет. Мені подписка жасап қойып көрсеңіздер, вообще жақсы болады. Көптеріңіз подписка жасамай көреді екенсіздер. Жақсы, сіздермен болған Айгерім Айтмұхамбет. Сау саламатты болыңыздар.